концерттік маусымға келетін болсақ өте табысты болды деп айта аламыз. Біздің Байжігіт атындағы қазақ халық аспаптар оркестрі үшін ол етіміз былтырдан бері біз біраз жобаларды жүзеге асырдық, ол сәтті өтті. Атап өткенде ол белгілі қазіргі дирижер фолк-шоу жобасының авторы Әділет Тазбаевтың фолк-шоу жобасын осында өткіздік. Және өзіміздің оркестрдің келесі жобасы ол Greatest Hits деп аталатын әлемдік хиттердің музыкаларынан арнайы концерттік жоба жасадық. Ол да сәтімен өтті. Сонымен қатар оркестріміз өткен жылдың қараша айында, яғни осы концерттің маусымның басында Талдықорған, Алматы қалаларында концерттік сапармен барып қайтты. Биылғы жыл мен үшін де және Алтай би ансамблі үшін де өте жемісті және ауқымды концерттердің сонымен қатар біз үшін жемісті жылдардың бірі болды деп санаймын. Себебі біздің ансамбль, Алтай би ансамблі көптеген жетістіктерге жетті, көптеген премияларға қатысып жеңімпаз атандық, номинациялар иегері атандық, көптеген орындарға ие болып өзіміздің атымызды шығардық.